Сәлем барлықтарыңызға. Үй жағдайында өте дәмді жасалатын, әсіресе жазды күні барлықтарының ең сүйікті десерті балмұздақ дайындаймыз. Бары болғаны 2 ғана заттан тұрады. Ең бірінші бізге керегі сливки, яғни клейки және де сгущенка. Клейки міндетті түрде холодильникте кемінде 4-5 сағат немесе бір күн алдын салып қойыңыздар. Егер жылы клейки болса, миксермен араластырсақ, ол қоюланбайды. Сол үшін міндетті түрде салқын клейки болуы шарт. Миксермен жылдамдықты аздан жылдамдықты жоғары көтере отырып 3 минуттай шамалы қоюланғанша араластырамыз. Мінекей шамалы ғана осылай қою болады. Сол кезде біздің сгущенкамызды қосамыз. Сгущенка яғни қоюланған сүт, өздеріңіз дәміне қарай қалауларынша қоссаңыздар болады. Егер тәттіні ұнатпасаңыздар, шамалы аз қосуға да болады. Егер ұнатсаңыздар, көбірек қоссаңыздар да дәмді болып шығады. Енді 2 минуттай миксермен тағы да араластырамыз. Мінекей араластырып болды. Осылай алған кезде өзінің формасын ұстаса, біздің балмұздағымыз дайын деген сөз. Енді шамалы ғана тегістеп, бетін жауып, морозильникке 3-4 сағатқа қалдырамыз. Мінекей достар, біздің балмұздағымыз дайын болды. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Бұл өте дәмді болып шығады. Және де ешқандай қоспасыз үй жағдайында жасалғандықтан еш қорықпай балаларыңызға берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Нарайдың асханасы. Каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецепті кездескенше астарыңыз дәмді болсын.